Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерменен мектеп сайтына қалай видеоны жүктейміз, сол туралы айтып өтемін. Көптеген әріптестерім сұрап, қалай жасау керегін түсіруді өтініш еткен, сондықтан көріп алсаңыздар болады. Әрқайсыларыңыз өзіңіздің мектептеріңіздің сайттарын жазасыздар және сол сайтқа кіресіздер. Енді әрқайсыңыз өздеріңіз менде кіріліп тұр, өздеріңіздің жеке парольдарыңыз бар, сол бойынша кіресіздер және жеке кабинеттің үстін басып админ панельді басасыздар. Сол жерде добавить новостиді басасыздар. Енді заголовкаге мен оқушымның жаңағы жасаған тақырыбы бойынша жазамын. Болашақ көлік. Енді өзіңіз қандай жаңағы тақырыпта видео түсірдіңіз, соның описаниясын жазасыздар. Смартфонмен жүретін, болмаса смартфонмен басқарылатұғын машина дейік. Енді бұл қашанға салуымыз керек? Сіздер мысалы бүгін февралдың 27-сі дейік, және категориясын жазамыз. Біз туралы ақпарат, біз туралы және ТБД видео деп осы жерге жазамыз. Осы описанияны мына жерге тағы көшіріп алып келесіздер. Көшіріп қойдыңыздар. Енді осының асты бетіне келесіз. Полный описание деген жерде видеоны көріп тұрсыздар ғой, осы жерді басасыздар. Енді бұл жерге видеоны қайдан алып келесіз? Бұл жерге видеоны YouTube каналдарыңыз болса, YouTube каналдарыңыздан алған сілтемені. Менің өзімнің YouTube каналым бар. Сондықтан осы YouTube каналдан белгілеп аламын, қандай нені салатұғынымды, және пернетақтада Ctrl-S, Ctrl-V деп аласыздар. Сөйтемізді мына жерге апарып қоямыз. Сол YouTube'тың несін. Осы жерге описанияны, мына жердегі описанияны қайттан көшіріп жазсақ болады. Уақытты алмау үшінші. Ал мына жердегі ссылканы қайтадан копировать етсек болады. Біз себебі бұны YouTube'тан алып отырмыз ғой, және ставить етеміз. Асты бетіңіздер, және мына жерде посмотрите сайт деген жерге барасыздар. Міне, сіздерді 7 феврал және өзіңіздің осы видеоларыңыз салынды, үстімен басып көрсеңіздер болады. Сіздің видео солай сөйлеп тұр. Егер қателеріңізге жарап жатса, өте қуаныштымын. Менің каналыма тіркеліп, подписация етіп жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау саламат болыңыздар.